Төкен ағаның аманаты. Жойғыш әскери авиация ұшқышы, отставкадағы полковник, Қазақстан әуе қорғаныс күштерінің бас штаб бастығы, Қазақстан әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының бірінші орынбасары, 2003-2005, Ермек Сейітбатталовтың естелігінен. Мәтіннің авторы Ермек Сейітбатталов. Оқитын Дәулет Емерсінов. Бірінші кездесу. Семей облысының әкімшілік ғимаратының алдындағы алаңына жиналған көпшілік Кеңес одағы Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткеніне 52 жыл толғанын атап өтпек. Көгілдір аспаны ашық, бірде бұлт жоқ. Күннің көзі жылу бермесе де шығып тұр. Жан-жақта транспаранттар, желбіреген жалаулар, әр түсті шарлар гүлдің ошағындай бір-біріне байланған. Елдің бір-бірімен сөйлескен дауыстары тұтас гүл болып, әр жерде әскери музыкалық аспаптарды күйге келтіру дыбыстармен араласып, мейрамның какофониялық белгісі болып, елдің көңіліне көтеріңкі әсер беріп тұр. Ортада биіктікке микрофон орнатылған. Оның оң жағында кейбіреулері қолына гүл шоғын ұстаған мейрамға келген халық тұр. Сол жағында әкімшілік ғимараттың алдында салтанатты шеруге даяр болып, әскери бөлімдері саптарында біз тұрмыз. Сол биіктікке әкімшілік басшылары мен облыстың белгілі азаматтар көтеріліп, оларға сөз беріліп, салтанатты митинг басталып кетті. Динамиктерден шыққан дыбыс алаңды қоршаған ғимараттарға соғылып қайтадан қайтып, сол алаңда тұрған адамдар бір кеңесте емес, бір кең төбесі жабық залда тұрғандай әсер беріп тұр. Әлсін-әлсін соққан самал жел кейде, жылы және қою ауаны дыбыстарымен басқа жаққа алып кетеді. Ұлы Отан соғысының ардагері, белгілі мемлекет қайраткері деп жиналыс жетекшісі біреуге сөз берді. Президиумде тұрған адамдардың арасынан орта бойлы, қара көк костюм, сол түсті жеңіл плащ киген адам шықты. Қара қалың шашы артына қайырылып желке жағына жиналған. Қолында Германия Тироль өңірінің сәнді шляпасы тәрізді шляпа ұстаған, қоңыр даусымен баяндауға кірісті. Қазіргі уақытта есінде қалғаны, ол кісі бізге бүгін белгілі, күнделікте жиі кездесетін фактыдан бастады да оны соғыс басталған кезбен салыстырып теңестірді. Сол кезде бейбітшілік заманның құнын ел қайтадан түсінгендей болды. Жақын туыстарымыз жанымызда, ешкімді майданға шығарып, оның аман қайтама деп уайымдамай, фронттан қара қағаз алып отырған жоқпыз. Бауырымыз әлде ағайымыз бен әкеміздің орнына оның құжаттарымен қол орамалына ие болып жылап отырсақ, қалай болушы еді? Осы сөздер терең әсер етті. Әрбір тыңдап тұрған адамның сезімін толғап, жүрегіне барғандай болды. Қалай соғысқа қатынасқаны туралы қысқа баяндады. Жараланып қайтқан туралы айтты. Жеңістің бүгінгі күнге қандай қосары бар екенін атап өтті. Байқадым, тыңдаған халық спикердің айтқан әңгімесімен бірге эмоциялық толқып тұрды. Бір кезде сол эмоциялық толқынның ең екпінді кульминациясына көтеріп, жоғары рух беріп спикер баяндамасын аяқтап, күрт бұрылып президиумде тұрған адамдардың арасына қайтадан кіріп кетті. Уақыт тоқтап қалғандай болды, желде соқпай қалды. Ел есін жинап, жоғары энергиямен жоғары екпінмен қол соқты. Қол соққан ұзақтығы алдыңғылардай болды, бірақ та халықтың энергиясы сезіліп тұрды. Осы сәтпен осы адам маған ұмытылмас әсер етіп есімде қалды. Митинг аяқталған соң біз салтанатты шерумен сол президиумның алдынан өттік. Мен біздің жойғыш қыран авиациялық полктың сабын бастап келе жатыр едім. Көзімді қанша тіксем де сол адамды президиумда тұрған адамдардың арасынан айырып анық көре алмадым. Қайтадан осы адамды көре аламын ба деген маған ой келді. Аты жөнін жариялаған кезде ести алмағаныма өкіндім. Бала кезімнен қария әкеммен қатар адамдардың тәтті әңгімесін естіп, сөздің мағынасын және оның құнын жақсы түсінетін маған бұл оқиға бір байлықты қолыма түсіре алмағандай болды. Түске таман облыс әкімінің атынан ардагерлер мен бізге салтанатты шеруді басқарған азаматтарға арнап дәмханада ас берді. Сол аста президиумнан көзіммен іздеп таба алмаған адамды көрдім. Ол кісі сол аста сөз сөйледі. Ардагерлердің ішінде белгілі беделі, сыйы және өз ерекше орны бар екені көрініп тұрды. Ас аяқталған кезде сол кісіге барып қолынан ұстап сәлем бердім. Мұртазин Төкен ағанымен бірінші көргенім осылай болды. Осымен оқиға шектелмеді, оның мағыналы және маңызды жалғасы болды. Мен Төкен ағамен кейін жақсы таныс болдым. Осы кездесумен таныстық болу үшін тағдыр ертеден көп жылдар бойы астына негізін төсеп, оның үстіне асықпай бір-бірден кірпіштерін қалағандай болды. Оның қалай болғанын айту үшін өткен өмірдің әрі, ерте жылдарына сүңгу қажет болып тұр. Не болса да осы әңгімені жалғастырайын.
каруланмен танысу. Өткен ғасырдың 80-ші жылы Қара теңіз қасында орналасқан Армавир қаласында әскери ұшқыштар даярлайтын авиациялық жоғары училищесінде 4 жылдық курсанттық өмірімді аяқтадым. Әрі қарай офицер ретінде қызмет атқаруға Кеңес одағының қорғаныс министрі бұйрығымен жарияланған жолдама алдым. Сол бұйрық бойынша менің жолым Кеңес одағының солтүстігінде орналасқан әскери бөлімге түсті. Шынымен айтқанда бұл жолдаманың бағыты өзімнің таңдауым болатын. Оқу орнын бітіруге аз уақыт қалғанда мені училищенің кадр басқармасының бастығы шақырып алды. Өзім туып өскен Семей қаласына мені жіберуге болжаған жобасымен таныстырды. Бірақ та бұл шешіммен мен келіспейтінімді білдірдім. Ұшқыштар училищесін МиГ-23М атты жаңа ұшақты толық меңгеріп, мен мінсіз оқуды бітірдім. Ал туған қаламда орналасқан әскери бөлім ескі ту 128 ұшақтарымен қаруланған. Ұшқыш ретінде алға басып, кәсіби дамимын деп жоспарлап жүрген мен үшін бұл жағдай артқа бірнеше қадам шегінткендей болды. Осы өзім шешіміме мен әлі бүгінгі декте ризамын. Онда сізді солтүстік жақтағы Су-9 ұшақтарын ауыстырып МиГ-23П ұшақтарына қаруландырылып жатқан әскери бөлімге жібереміз, деді училище кадр басқармасының бастығы келесі кездескенде. Байқадым, солтүстік деген сөзге дауысын нақты басып айтты. Ұқтым, жолдас полковник. Келісем деп жауап қаттым, бірақ та мені солтүстікпен қорқыта алмайсыз, жолдас полковник, деп ішімнен ойладым. Вениамин Кавериннің «Два капитаны» кітабын бала кезімнен аса жоғары құмарлықпен оқушы едім. Кітаптағы әңгіменің бас кейіпкері ұшқыш Саня Григорьев әдемі қызға, Катя Татариноваға ғашық болады. Катяның отбасының тарихымен танысқан сойын, оның әкесінің, капитан Татариновтың солтүстік теңіздерде қалған іздерін іздеуге бел буады. Карский мен Лаптевтардың мұхиттарының қиылысында капитан және Святая Мария шхунасы ғайып болып кетуі мүмкін екенін болжайды. Осы әңгімелердің буына масайып, қызыққаным басылмай, әрі қарай Седов, Амундсен, тағы басқа Арктика мен Антарктика зерттеушілердің өмір баяндарымен таныстым. Олардың ойлары, олардың оқиғалары туралы көп кітаптар оқыдым. Қарлы, мұзды, суық жерлерде қалай өмір сүретін ерекше әдістермен таныстым. Осы жаңа білімді сол кезде санама тоқып алғаным бар еді. Қатал табиғат арасында батыл және батыр адамдар түру үшін мінездерін шынықтыруы қажет. Мен де солай өз мінезімді, болмысымды сынағым келді. Бара-бара солтүстік және мұзды теңіздермен, мұзды кеңістерді үнатып жақсы көретін болдым. Сол жаққа бір кезде баруға мүмкіндік бола ма екен деп ойлап қызығушы едім. Осы себептен кадр басқармасының полковнигінде мені солтүстікпен қорқытатын ешқандай мүмкіндігі жоқ еді. Осындай оқиғалар солтүстік жақта орналасқан әскери бөлімге менің жолым түсуге себеп болды. Ал ол гарнизонға бару алдында училище аяқтаған сойын бір айдайда үйде анамның, ағайының жанында дем алдым. Жолдама алған әскери бөлім орналасқан гарнизонға біз қараша айының ортасына таман жеттік. Кеш батып қалған кез еді. Ол жерде қараша айы, аязы сақылдаған қалың қыс. Солтүстік жоғары параллельдерге жақын болған себептен қысқы полярлық түн әсер етеді. Сол себептен бұл жерде осы айдарда кеш ерте батады да түн ұзақ болады. Ал жазда күн көкжиекті айналып батпай қойып 3-4 сағатқа ғана батады. Гарнизон деген қазақтың ауылы сияқты бір ғана көшенің нұсқасы бар ел мекені. Бір-біреуінен алшақтау салынған, қараңғыда анық көрінбейтін ғимараттары бар. Жолдары қалың қардан тазаланып, екі жағына адам бойынан асатын биіктікке үйіп қойған. Сол жолдардың бір қиылысында жетім сияқты жалғыз бағанада дөңгелек қаңылтыр күркеудің астында бірақ электр шам жанып тұр. Жел жоқ, тып-тыныш. Сирек жапалақтап қар жауып тұр. Қар жапалақтары көбелектің үлкендігіне тақау. Олар асықпай аспаннан жерге түскенше бір кесе сорпа ішіп алуға болады. Айнала қап-қараңғы, көзді шұқып алғандай. Жан-жақта биік қарағай, кедір, басқа тоғайлар мен тайга қоршап алып, олар гарнизонға үңірейе төніп тұрғаны сезіледі. Мүмкін қысқы ұйқысынан оянып кетіп ашулы аю жүрме, әлде аштыққа шыдамай адам мекеніне жақындаған қасқырлардың тобы жүрме, белгісіз. Ауық-ауық тайгадан шыққан әрбір дыбыс біздің осы сияқты фантазиямызды оятады. Жаңадан келген біз, 3-4 ұшқыш лейтенанттар бұрын бұндай табиғаттың ғажайыбын көрмеген жан-жағымызға қарап, ләм-мим демей тып-тыныш отырмыз. Қалған лейтенанттар демалыс мерзіміне байланысты біраз кешіп келуі керек.
Осы гарнизонға біздің училищені бітірген 10 лейтенант жолдама алған болатын. Ыңылдап әзер жүріп келе жатқан қара жасыл әскери автобус бізді гарнизонның шетіндегі 5 қабатты үйдің 6-шы кіреберісіне алып келді. Осы шеткі үйдің саны 9-шы үй екен. Сол үйде 4-ші қабатта 3 бөлмелі саны 85-ші пәтерде түгеліміз орналастық. Ертеңінде таң ата бізге бір егде офицер келіп штабқа полк командирімен танысуға апарды. Полк командирі, егделеніп қалған подполковник Тарасов Анатолий Матвеевич түгеліміздің өмір баянымызды тыңдады. Өмірде кімнің қандай әуесқойлығы бар екенін білгісі келіп көп сұрақтар қойды. Соңында бізге деген өз талаптарын айтты. Талаптарын орындамасақ не болатынын түсіндірді. Бір-екі мысал келтірді. Келіп жеткен біз және келер лейтенанттарды полк командирі өз бұйрығымен жас ұшқыштарды даярлайтын номер 3-ші эскадрильяға тағайындады. Эскадрилья командирімен, оның орынбасарларымен, звена командирлармен бізді таныстырды. Қызмет бабында керек болатын салалармен, аэродроммен, ондағы эскадрилья орналасқан тұрақты орынмен таныстырып, осылай біздің әскери қызметіміз басталды. Біраз уақыттан кейін бізді Саваслика деген, Горький, қазір Нижний Новгород қаласының жанында орналасқан оқу орталығына 2 жұмаға оқуға жіберді. Алдын ала айта кетейін, оқуды біз 12 күнде жақсы нәтижемен бітіріп әскери бөлімізге қайттық. Ол жерде біз МиГ-23М мен МиГ-23П айырмашылығымен жақсы түсініп, емтихандарды жоғары деңгейде тапсыруымыз қажет болды. Қай қатарда осы ұшақтармен ұшатынымыз, алдыңғы ма, әлде соңында ма, емтиханның нәтижесіне байланысты болушы еді. Айырмашылығы соншама көп екен, бұл ұшақты басынан бастап оқыдық. Әскери бөлімге оралған сойын, звена командирларымызбен оқу жаттығуға арналған ұшақтарда ұшып, олардың рұқсатын алып заводтан келіп жатқан су жаңа МиГ-23П ұшақтарда өзіміз ұшуымыз керек. Бір айта кететін жағдай, бізді жаңа ұшақтарға үйрететін, өздері осы ұшақты меңгерген ұшқыштар болмады. Осы себептен біз бітірген училищеден бұрынғы ұшқыш инструкторларымызды біз келген әскери бөлімге ауыстырып, звена командирі лауазымдарына тағайындады. Олар Прануза, Литвинов, Федоренко деген капитан әскери атағы бар ұшқыш инструкторлар еді. Бірақ та бұл офицерлермен бұрын училищеде біз таныс емес едік. Училищеде капитан Пранузаны мен 1-2 рет көргенмін бар, бірақ та таныс болған жоқпын. Ұшақтың жаңа түрін меңгерген әңгімені аяқтау үшін айта кетейін. Мен сол 10 лейтенанттың ішінен бірінші болып өзім ұшып, жаңа ұшақты меңгеріп кеттім. Біздің полк МиГ-23П ұшақтарына жаңадан қаруланып жатқан себептен әлі түгел ұшқыштар оны меңгерген жоқ еді. Жаңа ұшақты меңгерген алдыңғы бірінші сандағы ұшқыштардың жалпы саны 10 санынан аспайтын. Мен сол ұшқыштардың алдыңғы қатары санына ендім. Гарнизонның бар болмас көлемі 3-4 үй 5 қабатты, 2 үй 3 қабатты, қалған 4-5 үй 2 қабатты. Әскери бөлімінің штабы, эскадрильялар, басқа қамтамасыз қызмет көрсететін әскери бөлімдердің ғимараттары, солдаттар тұратын казармалар ағаш сырғауыл әлде қамыспен толтырылған тұтас қалқан қабырғалардан құралған. Келген бетте, қап-қараңғы түн сияқты кеште біз бұл көріністі байқағанда жоқпыз, олармен кейін таныстық. Коммунистік партия мүшесі болсам да, қызметімді жалғастыратын эскадрильяда коммунистік жастар одағының комсомол хатшысы болып сайландым. Жас офицерлер, прапорщиктер комсомол мүшелері болса да, негізгі комсомол мүшелері мерзімді әскери қызметке шақырылған солдаттар болатын. Сол жауынгерлермен қоян қолтық қызмет атқару үшін олар тұратын казармада кешкі уақытта жиі болатын болдым. Маған жүктелген міндетті әрқашан жоғары жауаптықпен атқаруға тырысатын едім. Және мені жанұя мәселелеріне алаңдатпайтын бойдақтығым бұл оқиғаға сәйкес болды. Қалай маған мәлімет келгенін қазір есімде жоқ. Келесі казармада сіздің Қазақстаннан келген жерлестеріңіз бар деген сөз естідім. Келесі казармада бірінші мен екінші эскадрильялары жауынгерлері тұратын. Бір кеште сол казармаға әдейілеп бардым. Офицерге жерлестерін іздеп жүрген жараспайды. Ал мен кездейсоқ казармаға кірген болдым. Жолдас лейтенант, екінші эскадрильяда Қазақстаннан келген жауынгерлер бар деп мені қарсы алған кезекші сержант хабарландырды. Арасында семейліктер бар ма екен деп мен сұрадым. Иә, бар деп жауап қатты ол, шақырайын ба деп сұрады. Әрине деп жауап бердім, жерлесіммен танысқым келіп. Бір емес бірнеше қазақстандық жігіттер шықты. Ортасында орта бойлы, дене құрылысы мықты келген,
қоңырлау жауынгер шықты. Фамилиясы Мұртазин екен. Семейде екінші мектеп интернатта оқығанда менің кластасым Нұртазин Мұқсым деген бала болушы еді дедім. Ол менің туыс ағайым деді жауынгер. Мұқсым біздің мектепте өте беделді, бокспен күреспен шұғылданған спортсмен және оқуда да озатты болатын. Сол мектепті Мұқсымның ағасы, онан кейін Марат, Қанат деген бауырлары оқыды. Түгелдері спортқа жақын, жауаптылығы жоғары азаматтар еді. Осылай мен Мұртазин Дуланмен таныстым. Дуланда сол ағаларындай спортта талай шыңдарға жеткен азамат болып шықты. Жерлесім сол 80-ші жылы көктемде әскерге шақырылып, жарты жыл Қазан қаласының авиацияға кіші мамандар даярлайтын әскери мектепте оқуда болған екен. Кейін аға лейтенант Бурак, ұшақтың технигі және ұшақтың механигі Дулан даярлаған ұшақпен кезі келгенде ұшып жүрді. Эскадрильяда жерлесімнің беделі өсіп бөлімше командирі болып, кіші сержант, одан кейін сержант болды. Мен 3-ші эскадрильядан 2-ші эскадрильяға ауысып, звена командирі болып келгенде, Дулан эскадрилья старшинасы болып, қоласындағы басқарған жауынгерлермен белгілі жетістіктерге жетті. Көктемде жерлесім туған жерімізге қайтты. Орны босап қалды. Келесі әскери шақырым арасында Қазақстаннан келген жігіттер болды, бірақ та Дуланның орнын баса алатыны болмады. Соңғы кездесу. Ол арада жылдар өтті, жаздар мен қыстар өтті. Кеңес одағы құлдырады. Мен жолдама алып жанұяммен Қазақстанға қайттым. Қазақстан қарулы күштерінің ірге тасын қалауға алған білімімді, тәжірибемді салып, өз үлесімді қостым. Дуланмен кездейсоқ қайта кездесуім кезінде мен Семейдегі жойғыш қыран авиация полк командирі лауазымында қызмет атқарушы едім. Қазақстанның жас қарулы күштеріне ұлттық тұрақты әскери мамандар жетіспейтін шақ. Басқа ұлттардың мамандары әдісін тапқан кезде, өтініш жазып, өз елдеріне лек-легімен қайтып жатқан кезі. Әскери мамандар Қазақстаннан кетіп жатқанның бұл 2-ші толқын болатын. Айта кетейін, 3-ші легі 90-шы жылдарының аяғында болды. Қазақстанның қарулы күштері ертеңі не болатыны белгісіз болатын кезең еді. Әңгімелесе келіп Дуланның осы қиын заманда өз орнын нақты болжамағанын біліп және кезінде институт бітірген сойын ол запастағы аға лейтенант екенін біліп мен ұсыныс жасадым. Бірақ та ұсынысымды қалай қабылдайтынын білмедім. Мен басқарып отырған полкқа келіп біраз біліміңді жаңартып, бұрынғы өзіңе таныс қызмет, ұшаққа ие болып, оны нақты қажетті деңгейінде сақтап кезінде ұшуға даярлап отыру. Бірақ та бұл офицерлік лауазым осы міндеттермен шектелмей, бұл бастама талабы ғана деп мен ұсынысымды айттым. Ер аға, бұл күтпейтін жерде ұсыныс болды. Біраз ойланайын, үйдегілермен ақылдасайын деді Дулан. Белгілі мерзімде қызмет жасасам тұрғын үй жағдайын да шешуге болады. Полктың қорынан үй аласың деп мен оған мотивация беріп қойдым. Үйге барғанда айлық жалақыдан басқа аузын толтырып тағы бір айтатын жағдай болсын деп. Ұзамай Дулан менің ұсынысымды қабылдап, дұрыс шешім шығарды. Ол кезде біз ел арасында жұмыс орындарына аукцион жариялап жергілікті жігіттерді, ұлттық мамандарды қызметке алып, конкурстан өткендер мен әскери мамандарына даярлап оқу жаттығу жүргізіп жаттық. Бір айтып кететін жағдай бар. Кезінде солтүстік гарнизонда әскери қызмет атқарып жүрген кезде, бізде Сапаров Саттыбай деген ұшқыш майор болатын. Ал Семей полкында сол Сапаровтың мен аттасты Ермек деген баласын мен бірінші рет МиГ-31Б ұшағына отырғызып үйреткенде сол ұшақ Дуланның қарамағында болды. Басқа ұшақтарға, басқа авиациялық техниктерге түспеді. Қалай оқиға әдейілеп жобаламаса да осылай қайталанды. Адамды табиғаттың жұмбақ заңдары туралы ойланатын себеп туғызады. Біздің полкқа тағы 2-3 әскери бөлім қосылып, Қазақстан қарулы күштерінің бас штабы директивасы бойынша авиабаза болды. Дулан сенімді және нәтижелі қызмет орындап белгілі болды. Кейіннен лауазымы көтеріліп, авиабазаның бір бөлімшесі саласының басқарып, майор әскери атағына жетті. Қазақстан қорғаныс министрлігі бұйрығымен біздің авиабаза Қарағанды қаласына көшірілетін болды. Ал менің қызметім жоғарылап Алматыға кететін болдым. Сол шешімді біз іс жүзіне енгізіп жаттық. Осы қоштасатын уақытқа тақаған кезде, Дулан мені жұбайымыз екеумізді үйіне қонаққа шақырды. Қонаққа келгенде Төкен ағаны сол үйде кездестірдім. Ал сол кездескенше мен Төкен аға Дуланның әкесі екенін білмеппін.
Ол кісімен салтанаты шеруден кейін акимат берген аста болғанда, жақсы танитын Дулан мен Төкен ағаның арасын қосып туыс болуын екенін ойламаппын. Дуланның келбеті де мінезі де, сөйлеген мәнері де папасын еске түсіріп тұрады. Сол кеште Төкен ағамен ұзақ әңгімелесіп, өмірге көзқарасымыз туралы пікір бөлісіп жарасып қалды. Төкен аға, шын аты Төлеубек Мұртазаұлы, анасы Қалыш, белгілі аты елге әйгілі болған Көкбай ақынның қызы екен. Ұлы Отан соғысынан мүгедек болып қайтқан соң Төкен аға комсомол, партия жұмысында қызметте болған екен. Сол Семей жерінде ұзақ жылдары Бөдене ауылында директор болып еліне адал қызмет жасаған. 9 балалы болып түгеліне дұрыс тәрбие беріп, олар белгілі азаматтар болыпты. Төкен аға, мен үшін біздің елімізге белгілі Көкбай ақыннан қалған асылдың бір сынығы. Кеш аяқталып қалғанда Төкен аға маған өзіне, Қазақстан президенті жеңіс күніне арнап сыйлаған әшекейлеген қалталық сағатын маған аманат ретінде сыйлады. Ереке, сіз туралы Дулан мен Шолпан екеуінен естіп жүрем. Алғысым шексіз. Біреуің аға, біреуің іні болып, біреуің бас, біреуің көз болып жүріңдер. Бір-біріңнің жаныңда болмасаң да, бір-біріңді ұмытпаңдар. Мына сағат менен аманат деп сол сағатты менің қолыма тапсырды. Бір күні Төкен аға дүниеден өтті деген суық хабар келді. Қызметімнің бағытын белгілеп, ойымды орынбасарларыма жеткізіп, керекті тапсырмаларды беріп, сол Дулан айтқан мекенге жеттім. Төкен ағаның жүзін көре алмасам да, жаназасында болып, сонау жолдың жанында доңес биіктеу жердің басында орналасқан соңғы қонысына апарып қойдым. Төкен ағаның аруағының құрметіне берілген асында сөз алып, жүрегімде жатқан сөздерді айттым. Сол кезден жылдар өтті, жылдар түгіл ғасыр ауысты. Дулан екеуміз ауық-ауық телефон арқылы сөйлесіп тұрамыз. Кейде кездесеміз, кейде Астанада, кейде Семейде. Өткен жылдармен 5-6 жеңіл машиналармен ағайын туысты жинап, сол Семей жерінде менің Қарағайлы деген туған ауылыма барып, туған жерімді көріп қайтпақ болды. Туған кезден болмаған, ол жерде қазір үйлердің орны ғана қалғанын табу деген оңай емес екен. Адасып жүргенде Дуланды кездестік. Дулан түгелімізді жинап алып, өзінің арнаулы асханасына апарып, соның төріне менің ағаларым мен бауырларымды отырғызып, Шолпан екеуі қонақ қылып күтті. Одан кейін сол ізі жоғалуға жақын қалған ауылымызды өзі тауып берді. Менің ағайындарым, мен өзім Дуланға шексіз ризамыз. Кіндігімізді кесіп туған жерімізді көріп, көп оқиғаны еске түсіріп, бір жасап қайттық. Төкен ағаның аманат қылып берген сенімін ақтап жатқан сияқтымыз. Аманат деген ұғым бізге араб тілімен келген. Адал сенімді адамдар немесе құрметті адамдарға сақтауға тапсырылған материалдық емес заттар. Мысалы, құпия мәлімет, отбасы тарихы, шежіре деректері және тағы басқа дүниелер болуы мүмкін. Алладан біздің елге аманат ретінде тапсырылған ұлт, тіл, этникалық ерекшелік, мәдениет, ұлттық және отбасылық салт-дәстүр. Кейде берілген ұлттық мәдени құндылықтардың отбасылық орта жоғалтып алады. Мысалы, тілді жоғалту. Оны қайта қалпына келтіру үшін адамдар оны өз бетінше немесе сол тілде сөйлеушінің көмегімен меңгереді. Аманат әлде материалдық құндылықтар түрінде болуға мүмкін. Материалдық сенімге мысалы жататын заттар, кез келген мұра, әкенің пәтері, әженің үйі, сақтауға тапсырылған заттар, олар болмаған кездегі көршінің пәтері және тағы басқа заттар. Әдетте, аманат отбасында ата-анадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Соны сақтауға берілген нәрсе деп түсіну керек. Төкен аға соғыс ардагері, ал мен офицермін. Ол кісі маған аманат қылып берген тапсырмасында терең символдық маңыз жатқан сияқты. Оны орындау маған жоғары қасиетті міндет. Әрбір келесі жеңіс мейрамы жақындағанда мен Төкен аға берген сағатының құлағын бұрап жүргізем. Сағат бүгінгі күнге декті сырт-сырт етіп жүріп тұр. Соғыс ардагеріне берген сертімнен қайтқан жоқпын. Төкен аға, Дулан екеуміз сіз айтқандай әлі де жүріп тұрып жатырмыз. Сізге берген сертімізден қайтқан жоқпыз. Сіздің көзіңіз арамызда жоқ болса да, сағатыңыз бен аманатыңыз жүріп тұр.